Алланың уәдесі сыйлайды үміт шейін сәресі. Таң атпай тұрып ораза күттім сені, жыл бойы сағынып. It's my life, it's my life. Bavurum ahım mısın, şair mısın? Kulçuluk jasap жүрсең hayırlısın. Musulmanға bir жылда bir geletin bir aylık orazaga dayım mısın? Hillali hillali hillavvay. Dayındık var demeymin askan onday. Бірақ та жайымда жоқ ашқалардай. Толтырып продукты алып қойдым, дайындық керек оған басқа қандай. Продукты көп алдым деп аттандайсың, өзіңді өзің неге қатталдайсың? Сөзіңе қарап тұрсам ораз емес аштыққа дайындалып жатқандайсың. Хиллали хиллали хиллаввай. Ораза көп нәрсеге тыйым болар, мен одан көрмей тұрмын күйім доңар. Жұмысым қиын менің, сондықтан да ораза ұстауымда қиын болар. Жұмысым қиын дейді-ау бала жаман, ұятың болсын сенің тараз оған. Қанша қайтып жүрсем де жаназадан өлген адам көрмеппін, оразадан. Хиллали хиллали хиллаввай. Жұмыстан бұрында бар сірә қайғым, аш болса жүре алады құламайгым. Әбетке әдеттеніп алғаннан соң 30 күн аш жүруге шыдамаймын. Өзіңді неге досым тым бөгейсің, ораза қиын ғой деп жүрмегейсің. 30 күн аш жүрмейсің, айналайын тек күнді жейтініңді түнде жейсің. Хиллали хиллали хиллаввай. Сұраққа жауап берер кәне кім бар? Жауабыңды әйелім және тыңдар. 30 күнде қиналып қалмаймын ба, әйеліме қосылар әдетім бар. Мен саған қой демеймін әдетіңді, бұзып алып жүрерсің дәретіңді. Аузыңды ашсаң болды түнге қарай, аша бер бар нәрсеге тәбетіңді-ау. Хиллали хиллали хиллаввай. Сұрайын досым тағы өлең баста, сұрайтын кім бар енді сенен басқа? Өлсең де осы 30 күн оразада түкірік жұтпау керек деген рас па? Әдейі істемейтін болсақ енді, шошытар ештеңе жоқ сонша мелді. Түкірігін жұтпайтын адам бар ма? Жұта бер өзіңдікі болса болды-ау. Хиллали хиллали хиллаввай. Болған соң айтам елдің мен өкілі, шылымды шын ғой елдің шегетіні. Оразаны бастауын бастаймын ау,
Бірақ қайтып тастаймын темекіні, вай ей беу. Темекі шегетіндер көп дейді ме? Жүрміз ғой сол шылымды шекпейміне. Алдымен сен ораза бастап кетсең, темекі сені тастап кетпейді ме? Ораза жайлы тағы қозғап өтем. Шылымды шексең зиян аз ба көкем? Темекі зиян ғой деп айтшы досым, Құранның қай бетінде жазған екен, ей бе. Сен досы ақыл айтса тыңдау жоқ па? Темекі күйдіреді мың жан дотқа. Темекінің зияны Құран демес, құрамындақ жазылып тұрған жоқ па? Сұрайын мұсылманның бір еді деп, ораза кіретін қай күн еді деп. WhatsApp'тан хат келіп еді, соны айтқандар, жәннатқа елден бұрын кіреді деп. Осындай өтірік көп бытыраған, жәннатты кетер болса ұтып одан. Оразаның датасын айта салып, өліп кете салмай ма бүкіл адам? Мұсылман Құран хадис тұғу керек, жәннатқа кіру үшін білу керек. Ораза күнін айтып емес, оған ораза ұстап жүріп кіру керек. Ораза айы келсе де сірә қашан, ұстасаң сауабы оның біл орасан. Тозақтан босау қиын, асқазанды тамақтан босатуға шыдамасаң. Айттыңа бәр сөзіңді етіп кесек, болады сен айтысқа жетік десек. Көп сөйлеп кеткендейміз сен екеуміз, бір айға аузымызды бекітпесек, ей бе. Білмеймін мынау маған дос па жау ма, таппадым амал бұдан әсте озарға. Тәуекел биылғы жыл бір көрейін, бір айға отпүс беріп асқазанға, ей бе. It's my life, it's my life. Алланың уәдесі сыйлайдымы шейін сәресі. Таң атпай тұрып ораза күттім сені, жыл бойы сағынып.